Нөмірі 56-шы Тұлпар балабақшасында интеллектум ойындарының әдістемелік тренинг семинары өтті. Жиын 2 күнге созылып, 50-ге жуық тәрбиеші қатысты. Іс-шара барысында балабақшаға ой-өрісі дамытатын 10-ға жуық ойыншықтар жиынтығы табысталып, тестілеуден өтті. Мектеп жасына дейінгі балалардың интеллектуалдық қабілеттерін дамыту қазіргі заман талабының өзекті мәселелерінің бірі. Интеллектісі жақсы дамыған мектеп жасына дейінгі балалар мектепке жақсы дайындалады. Жаңа материалды тез сақтайды. Өз қабілеттеріне сенімді, әрі жаңа ортаға оңай бейімделеді. Осы мақсатта нөмірі 56-шы балабақшада интеллектум ойындары пысықталды. Интеллектуалды дамыту ойындары баланың миын жаттықтыратын, әрі тынықтыратын негізгі жаттығу кешені болып табылады. Ойынның негізгі құрылымдық ерекшелігі ойынның өзінен туатын және балалар жасайтын немесе ересектер ұсынатын ойын ережесінің қатаң сақталуы, педагогтың ойынды ұйымдастыруға даярлығы, баланың жас және жеке даму қабілеттерінің ескерілуі. 2021 жылда біраз балабақшаларға, Шымкент қаласының балабақшаларына интеллектум ойындары таратылды. Сол интеллектум ойындарды енді іске асыру үшін педагогтарға, тәрбиешілерге, меңгерушілерге, логопед, психологтарға қалай сол ойындарды қалай пайдалануды айтып жатыр. Қазіргі таңда Шымкентте мемлекеттік 72 балабақша бар болса, оның 30-ға жуығы дәл осындай тәсілдегі интеллектуалды ойындармен қамтылған. Интеллектум даму орталығының әдістемелік тәсілдері балабақша жасындағы балаларға ой мен саусақ моторикасын дамыту бағытында жұмыс жасайды. Сондай-ақ мектепке дейінгі ой өрісінің дамуын жеделдету үшін қажетті мәліметтерді игеруге септігін тигізеді. Қазіргі интеллектум дамыту орталығының алып келген бізге ойын құралдары өте пайдалы. Өзіміздің қазақстандық отандық өнім кешені екен. 2 күндік семинарда олардың алатын әсері өте мол деп ойлаймын. Себебі бізге қазір оны үйрететін өзі тренер келіп отыр. Тренердің үйретуі оқу әдістемелік методикалық жағынан үйрететін мақсатын, міндеттерін үйрене біле отыру арқылы бізге келген қыздарымыз өздерінің балабақшаларында осы берілген тренингтің нұсқаулықтардың арқасында жұмыстарын ары қарай жалғастырады деген ойдамыз. Интеллектум мектеп жасына дейінгі балаларды ақыл ой өрісі жағынан дамыту, логикалық ойлау деңгейін көтеру бағытында ойындар кешені отандық өнім болып табылады. Қазіргі таңда ойындар кешені қазақстандық педагогтар мен мамандар құрастырған алғашқы ойындар кешені. Бүгінгі күні бұл ойындар кешенін Қазақстан аумағында 200-ге жуық балабақша өз қолданыстарына енгізген. Интеллектум қосымша білім беру орталығының бас директорының айтуынша, дәл осы ойындар жиынтығы мектепке дейінгі балалардың ойлау қабілетін, тұлғалық даму мүмкіндіктерін айтарлықтай қарастырады. Бұл кешеннің құрамына бізде педагогтарға арналған әдістемелік құрал енгізіледі, дидактикалық материалдар енгізілген. Мектепке дейінгі балаларды жан-жақты дамытуға, ол сөйлеуін дамыту, ойлауын дамыту, логикалық ойлауын дамытуға бағытталған ойындар кешені. Жалпы бұл интеллектум ойындары мектепке дейінгі тәрбие және оқыту стандартының көптеген мақсаттарын ашуға мүмкіндік береді. Нұрғанат Жарылқап, Рауан Амангелді, Айғақ қоғамдық телеарнасы.